Сәлем балақай. Бүгін сені каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Біздер бүгін әрпіне берілген екінші сабақпен танысатын боламыз. Бұл жақта берілген тапсырмаларды бірге орындаймыз. Алдымен 56-шы сабақта берілген сөздерді бірге оқып шығайық. Ірі, іні, ешкі, ескі, ерлік, тірлік, елік, етік, білек, тілек, суретші, етікші. Енді балақай, астында салыстыр. О және әріптері берілген. Ас, іс, тұз, тіс, ыстық, істік, сыз, сіз. Бұл жерде екі әріптің айтылуы екі түрлі. Біреуі жуан айтылады, екіншісі жіңішке айтылады. Және бұл әріптердің орнын ауыстыруға болмайды. Олардың әрбірінің өзінде сөзде берілетін мағынасы әртүрлі. Енді бұл тапсырманың астында қандай деген сұрақ берілген. Бұл жерде заттың қандай екендігін, сынын, сапасын білу мақсатында қойылады. Ескі зат. Зат қандай зат? Ескі зат. Ешкі. Қандай ешкі? Ала ешкі. Келесі тышқан. Қандай тышқан? Сұр тышқан. Етік. Қандай етік? Жаңа етік. Бұл жердегі ала, сұр, жаңа сөздерінің барлығы қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі кім? Біздер кім деген сұрақты тек адамға қатысты сөздерге ғана қоя аламыз. Адамның есімін білу үшін, немесе оның мамандығын білу үшін, мысалға дәрігер кім? Бұл кім? Бұл Айсара. Келесі не істеді деген сұрақ берілген. Не істеді деген сұрақты біздер заттың іс-қимылын білу үшін қоямыз. Ол не істеді? Ол биледі. Түсінікті ғой. Қандай заттың сынын, сапасын білу үшін, қандай екендігін білу үшін қойылады. Ал кім? Бұл адамға қатысты қойылатын сұрақ. Не істеді? Заттың іс-қимылын білу үшін қойылатын сұрақ. Келесі астындағы тапсырма. Кім? Кім? Суретші. Біз оған кім деген сұрақ қоя аламыз. Ал ірімшікке кім деген сұрақ қоя аламыз ба? Жоқ. Ірімшікке не деген сұрақ қоя аламыз. Ірімшік, не, кілем, не, білім, не, елік, не. Суретте тұрған бұл суретші. Суретте кім бейнеленген? Суретші бейнеленген. Келесі астында жазуға тапсырма берілген. Ізет, ірімшік алды. Бұны біздер дәптерімізге әдемі көшіруіміз қажет. Осымен бүгінгі 56-шы сабаққа берілген тапсырмалар аяқталды. Тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Сөздерді үйден оқып жаттық. Келесі сабақта кездескенше каналға тіркелуді ұмытпа.